Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біліп жүреміз жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш достар, Сани брат атақты тиктокер Бугейге 40 сұраққа келді. Видеосын көрсете алмаймын, айыпқа бермаңыздар, себебі Бугей компаниясы маған бан жіберуі мүмкін. Уже ол ұзақ әңгіме, сөйлесіп кете керек, аламын алмаймын, сондықтан көрсете алмаймын ол видеоны. Бугейге үлкен рахмет, оны шақырғанына мен қатты қуанып отырмын, Сани братты шақырғанына. Сани брат, өздеріңіз білесіздер, қалай танымал болған. Мен красавчикпін, менен асатын артық адам жоқ, мен не өмірде әдемімін деген мен бірінші танымал болды. Екінші танымал болғаны по факту, три факту дегені қазір кеңінен танымал, уже мән болып кетті, мықты. Өзім бірінші өз айымды айтайын енді Сани брат туралы. Молодец, хайповать етіп жатыр, соның арқасында ақша тауып жатыр, жарайсың, молодец, не жаманы бар. Адам халыққа осындай ұнайды, халыққа осылай тупить еткен ұнайды, халыққа тупой болған ұнайды. Сани брат кешіріп қой, мүмкін ол қараймын екен бұл видео, уақыты жоқ болар, ода осыны қарай болар. Букейге біріншіден алғысымды айтамын, осыны шақырғанына, көтеріп қолдап отқанына. Тупить ету керек, халық сонда сен бағалау керек, бағалайды в рамках. Мұрат Әбділданың өзі білесіздер қандай танымал болып кетті, бүкіл Қазақстан таниды. Сол сияқты брат Санида жайлап танымал болып жатыр. По факту, три факту, менен красавчик адам жоқ деген сияқты. Так, өмірбаянына көшейік. Таразда туылды, Қызылордада өсті. 90-шы жылы, мен құрдасым екен, мен 91-ші жылғымын. Сани брат туралы неде интернеттен таба алмайсыздар, сондықтан сіздер міне Букейден кейін менен қысқа нұсқа өмірбаяны. 5 бала шағасы бар. Әйелі екеуі жұмыстан шаршап келатқанда болашақ әйелмен, бір әжемен сол болашақ әйел сөйлесіп отырды. Сол әжені орыс әже қашан кетеді деп күтіп отырып, ақырында сол қызбен танысып, брат Сани соншалықты ол қызға ұнап қалғаны, мен үйге бармаймын, до конца сенімен жүремін деп. Сани шошып кеткен, қалай менімен до конца деп, жақсы деп үйіне алып кеткен ол қызды. Сөйтіп 2 ай бойы ол қызды іздестірген ата-аналары, полицияға арыз жазған, брат Саниге бағанағыдай қызымды ұрлады деп. Жоқ, мен ұрлаған жоқпын, ол өзі келіп, бізде бәріміз отбасы болайын деп отыр, болашақ әйелім, болашақ жарым дейді. Сосын полициялар әрине қуанды, күліп қайтадан орнына жіберіп қойды, үйіне. Содан не керек? Өзі актерлерді Брюс Лиді қатты ұнатады, ал блогерлерден Алмас Есенхан, сосын бірінші ННН-нің несі екен, фанаты екен, қатты соны қарайды. Рухфайтингке ұсыныс түсіпті, бірақ бірінші демеуші болмаған, учуп көткен шыққысы келді, бірақ оның фанаттары шықпай қой, өте жақсы адам деген айнып қалды. Бірақ ал біріншісінде басқа біреумен шыққысы келген, одан демеуші болмаған рухфайтингтен, екіншісіне фанаттар шықпай қойсын деген учуп деген бір блогер бар, сонымен шықпай қойшы деген. Соны амал жоқ, өзінің фанаттарын тыңдап, оларды құрметтеп, сыйлап шыққан жоқ. Өзінің образымен атақты болып кеткен, бір кезде шашын қиып, әдемі болдырып, қазір де жақсы ғой енді, бірақ шашын қиып, какши бәрі сияқты, осылай шашын қиып, очкин шешкеннен кейін ешкім оны қарамай қалған, внимание обращать етпей қалған, құттықтауларда да шеше болмай қалды дейді, тек шашынды өшір, сосын ғана құттықтау деген. Қазір ол күніне жоқ дегенде 40, 50, 60 мың табады, себебі құттықтаулар бар, реклама бар, тиктоктан суши, пуши, пицца, анау мынау, соның арқасында ақша тауып жүр. Қазір өзін 200%-ға бақыттымын дейді. Рухфайтингтен тағы да ұсыныс түссе, төбелесетін не бар ғой, блогерлер, онда маған Lexus берсін, немесе 4-5 миллион берсін, сосын ғана төбелеске шығам деп отыр. Кезінде лас-лас болып стройкеде жұмыс жасаймын деп отыр, грузчик болдым деп отыр, стройкада жасадым деп отыр, лас-лас болып, үстім бәрі кір-кір болып. Қазір 1 жыл жарым блогерлікке келіп, тиктоктен ақша тауып жүрмін деп отыр. Хейтерлерге мән бермеймін дейді, басында каждыймен жауап беріп жүрдім дейді, қазір вообще мән бермеймін дейді. Жолда көшеде тиіскен адамдар болды, міндегі ше,
мен фотоға видео түсем деген сөздері шыдай алмай кәдімгі өмірінде сол қырылып қалған сондай адамдармен. Тағы біреу бұны оскорблять еткен, яғни балағаттаған, анау емес пе, мынау емес пе деп, содан кейін шыдай алмай қалып отбасын машинаға жүрші кеттік төбелесейік, ал видеоға не болды ал деп дегенде ол балағаттаған адам онымен қырылмаған. Таеквондоны өте қатты жақсы көреді, таеквондомен айналысқан, өздеріңіз білетін боларсыздар, қатты тебеді, негізі действительно былай тиктоктан қарайсыздар, ол өте удар дейтін, мощный манау дейтін, действительно аяқты сындырып жүретін удар өте қатты. Рейн деген актерді өте қатты жақсы көреді, кәдімгі жалғыз сол актерді жақсы көреді. Енді Брюс Лиде де бар, бірақ Брюс Ли так оған симпатизировать етеді, ал бұл осының фанаты екен. Көп жерден таниды дейді, максимум мега кәдімгі 90% адам таниды дейді, яғни өте көп фанаттар. Очки 28 мың тұрады, бірақ мен әдемі красавчикпін деген очки ол бөлек. Әйел всегда маған поддержка береді дейді, не дейді деп айта берейін, сол айтады интервью өзінің сұхбатында. Всегда әрқашан маған қолдау білдіреді дейді, әйелім мені алға сүйрелейді дейді, маған сенеді дейді қатты. Достар мені қолдайды дейді, сонау Кореядан кәдімгі мені қолдап осындай видео шығарса, юмор шығаршы, бірақ мен өзім әділге жоқпын дейді, сонда да сондай шығаршы деп өтінеді дейді достар. Менің видеом сонау Кореяға да танымал болып кетті дейді. Кореяда жұмыс жасайтын қазақтар айтып отыр. Өзінің очкиін көбісі сұрайды екен, қай жақтан аласың, қай жерден аласың, бізде алайық та деген сияқты. Өмірде көп боқтамаймын дейді, әйелін Камшанди деп еркелетеді екен. Ананы тасташы тиктокты, адам болшыш дейтіндер бар. Мен не үшін тастаймын, осының арқасында отбасымда сұрап отырмын деп жауап беріп отыр. Мектепте өте жуас болыпты, ешқандай атаман мектебінде болмаған. Сани браттың шын есімі Самалжан. Өзі камераны өте қатты жақсы көреді, камераға түскен. Сіздер енді білесіздер, біліп жүремін, жазылыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, Алла разы болсын, қатты сұраймын.